Маңғыстау облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті біріктіру жолымен 2023 жылдың 20 қаңтарында құрылды. Бүгінгі таңда енді бір жылдай астам уақыт өтті департаменттің жұмыс жасап жатқанына. 2023 жылдың сәуір айында заңға өзгерістер енгізіліп, жергілікті атқарушы органнан біздің департаменттерге құзыреттік берілді. Сауда үстемесін 15%-дан артық сатқан саудагерлерге әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 204-те 4-ші бабы, яғни сауда үстемесін 15% шекті 15%-дан асырған жосықсыз кәсіпкерлерге тиісті шара қолданылады. 2023 жылдың қорытындысы бойынша бізде бүгінгі таңда 48 әкімшілік жауапкершілік бар, әкімшілік айыппұлдар салынды. Оның ішінде атап айтатын болсақ, жаңағы айтып өткен 204-те 4-ші бабына сәйкес және бағалардың кассамен сөредегі бағаның әртүрлі болуына байланысты әкімшілік бұзушылық туралы кодекс 193-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес әкімшілік істер қозғалды. Бүгінгі таңда қаңтар айында аталған мәселе бойынша тағы да 2 әкімшілік іс қозғалды. Бүгінгі таңда өздеріңізге мәлім, 2023 жылы мораторий бітті. Біздің енді негіз болып табылатын, тексеріс ашуға негіз болып табылатын бұл арыз шағымдардың келіп түсуі. Бұл енді жаңағы кәсіпкерлік кодексте де сәйкес арыз шағым келіп түссе, біз міндетті түрде прокуратура органдарында аталған арыздарды тіркедіп, тексеріс ашамыз. Тексеру барысында біз барлық субъектілерді тексеруге толық құқықтарымыз бар. Ол яғни жеке кәсіпкерлер болсын, немесе шағын бизнес, немесе орта ірі кәсіпкерлік субъектілерін барлығын тексереміз. Енді атап айтатын болсақ, 23 жылы көптеген арыз шағымдар келіп түсті осы сауда үстемесіне қатысты. Сол келіп түскен арыз шағымдардың көбінше үй жандағы дүкендерге де келіп түсті арыздар. Оның 4 фактісі расталған жоқ. Яғни біз сол үй жандағы дүкенге шыққан кезде сол дүкеннің иесінің яғни құжаттары толық сақталмаған, толық құжаттары жоқ. Сол себепті біз дұрыс тексеріс жүргізе алмадық. Өйткені ешқандай құжаттар болмағаннан кейін, дәлелдеме болмағандықтан біз тиісті шара қабылдай алмадық. Бізде жалпы департаменттің қызметкерлері аптасына 2 күн мониторинг жүргіземіз. 19 тауардың түрі бар. Сол СЗПТ-ға сәйкес 19 номинованияға сәйкес біз мониторинг жүргіземіз. Оның ішінде тек супермаркет емес, барлық Асарс базар, Көк базар, супермаркеттер, Анвар, Дина міндетті түрде және үй жанындағы дүкендерді. Апта сайын бізде статистика мәлімет береді. Статистиканың мәліметі бойынша соңғы аптада бізде 99-да 9% құрады, яғни 100%-ға жеткен жоқ. Яғни бұл бүгінгі таңда бағаның тұрақты екені көрсетіледі. Бірақ жылдың басында, жаңа жылдың қарсаңында жұмыртқа қымбаттады. Сол себепті біздің статистиканың деректері бойынша 102-ге шығып кеттік пайыз бойынша. Жалпы енді нақты мынау Динаға, Анварға осыншама арыз келіп түсті деп айтамаймыз. Бізге акиматтың жанында комиссия құрылған. Комиссияның ішіне осы СЗПТ-ға қатысты барлық госоргандар бар, мемлекеттік органдар. Сол мемлекеттік органдардың бірлесіп жұмыс жасауының нәтижесінде 74 комиссия отырысы өткізілді. Bir жылдың ішінде 74 комиссия отырысы өткізілді. Соның нәтижесінде делдалдық схемалар арқылы, мысалы, басқа қаладан Анварға таситын, мысалы, Ақтөбе қаласынан бізде жұмыртқаны Ақтөбе қаласынан тасиды. Арасындағы делдалдарды, схемаларды выявлять етеміз да осы комиссия шеңберінде. Соның енді жалпы общий алған кезде 48 материал бар бүгінгі таңда. Бізге комиссия отырысына шығару керек. Бізге хаттамамен түседі. Біз енді жалпы Анвар Диналар қалай тексереміз? Комиссия отырысына сұрақты шығарамыз. Мысалы айтамыз, осы аптада бізде жұмыртқаның бағасы тым қымбат. Енді жұмыртқаны бізге кім алып келеді Маңғыстау облысына? Бізде жеке кәсіпкерлер, Ипова, Шагирова бар, тағы да басқа кәсіпкерлер бар, Поток Торг бар.
Анвар өз ері тасиды деген сияқты. Ол мәселелердің бәрін қарастырамыз. Комиссия отырысында департамент госдоходовқа поручение беріледі. Электрондық счет фактурасын қарау, яғни мынау чек. Анвардан тауар сатып аламыз, чек береді. Сол чектің бәрін фиксациясы налоговый органның базасына отырады. Бізге комиссияның қорытындысы бойынша хаттама бізге келіп түседі. Хаттаманың негізінде біз ДГД-ға запрос жасаймыз. ДГД-ға біз нақты көрсетеміз, Анвар, БИН номер қандай. ДГД өзінің электрондық счет фактурасының базасынан бізге загрузка жасап бізге береді. Біз соның ішінде қараймыз. Егер 15%-дан асатын болса, біз аталған жаңағы кәсіпкерді осында департаментке шақыртамыз, уведомление жолдап, түсініктемесін аламыз, құжаттарын аламыз, қараймыз, шынымен сондай болған ба. Егер де 15%-дан асырып жатқаны дәлелденсе, міндетті түрде хаттама толтырылады. Бірінші рет ескерту, екінші рет 1 жылдың ішінде қайталанса, уже штраф, айыппұл. Жалпы бізге 74 арыз түсті. 74 арыз 12 айда. 24-те 2 арыз түсті, екеуі де қанағаттандырылды. Көп кәсіпкерлер аталған заң нормасын білмейміз дейді. Және 15%-дан неменеге асырды дегенге жаңа логистиканың расходтарын қосады. Ақтау қаласынан, мысалы, Шымкент қаласынан бері қарай бір КАМАЗдың жалдауы, рефрижератордың өзі прайс-листпен 1.950.000 теңге бүгінгі таңда. Сол шығындардың бәрін осы бағаның үстіне қосады. Әрине бұл заңсыз. Заңда нақты көрсетілген, сауда қызметін реттеу туралы заңның 9-шы бабында нақты көрсетілген 15% үстемеден асырмау керек. Егер 15%-дан асса, бұл әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соқтырады. Бүгінгі таңда жаңа айтып өткендей 48 адым материал бар. Болашақта біз тағы да мониторинг жасаймыз, электрондық счет фактураны тексереміз. Егер де 15%-дан асыратын болса, міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бүгінгі таңда енді заңды солай көрсетілген. Егер де кейін өзгерістер енгізіліп жатса, бірақ мен соңғы өзгерістерге сәйкес, если жеке кәсіпкерлерге бүгін 10 МРП болса, қазір осы штрафтың көлемін көбейтейін деп жатыр. Яғни 10 МРП емес, одан да депутаттардың қолдауына байланысты одан да күшейтіледі штрафтың көлемін. Малыйға 10, среднийге 75, крупныйға 300 МРП. Бұл 15% сауда үстемесін асырған кезде.